Қазақ жеміс және көкөніс шаруашылығы ғылыми зерттеу институты бау-бақша өнеркәсібін дамытудың ең маңызды мәселелер мен міндеттерін шешуге бағытталған іргелі және қолданбалы зерттеулер жүргізетін көпсалалы ғылыми мекеме. Картоп маңызды деген ауыл шаруашылығы дақылдарының бірі болып табылады. Егіншіліктің әлемдік тәжірибесінде егу алаңында картоп бидайдан, күріштен, жүгеріден және қарақұмықтан кейін 5-ші орында тұр. Ал жалпы өндіріс бойынша алғашқы үшеуінен кейін 4-ші орында. Қазақстанда картоп өсіру 20 ғасырдың басынан басталды. Картоптың тұқым шаруашылығы туралы отандық ғалымның өзі айтып берсін. Қазақтың картоп және жеміс және көкөніс шаруашылығы ғылыми зерттеу институтының биотехнология зертханасында бүгінгі таңда картоптың аурулардан сауықтырылған отандық сорттары жаңағы тұқым шаруашылығының бастапқы тұқым шаруашылығын жүргізу үшін тұқым шаруашылығын дамытуда жетілдіруге арналған бағытта жұмыс жасайды. Жалпы Қазақтың жеміс және көкөніс шаруашылығы ғылыми зерттеу институтында картоптың 134 сорты, жалпы аудандасқан 134 сортының ішіндегі 50-ден аса отандық сорттарына ғылыми зерттеу жұмыстары жүргізіледі. Егер бүгінгі таңда Қазақстанда картоптың егістік көлемі 200 мың гектардан асатын болса, асатындығын ескерсек, картоптың жалпы жиналымы дейміз ғой, валовой сбор немесе жалпы жиналымы бүгінгі таңда Қазақстанда 3,8-4 миллион тоннаны құрап отыр. Бұл дегеніміз 3,8-4 миллион тонна дегеніміз жалпы Қазақстанның халқын, 17-18 миллион Қазақстанның халқын тауарлық өніммен толықтай қамтиды. Егер біз бір адамға шаққанда жылдық бір адамның тұтынуы 100 килограммды есептейтін болсақ, онда жалпы біздің Қазақстанның халқын тауарлық өніммен немесе тағамдық картоппенен қамтамасыз етіп отырмыз. Картоп өнімділігінің ұлғаюына вирустық инфекциялар зиянды. Олар өнімділікті төмендетіп қана қоймайды, сондай-ақ отырғызу материалының тұқымдық қасиетін де нашарлатады. Сондықтан элиталық тұқымды алу қажет. Осы элиталық шаруа қожалықтарының аз болуына байланысты, олардың жетіспеушілігіне байланысты бүгінгі таңда біз картоптың тұқымымен қазақстандық картоп өндірушілерді қамтамасыз ете алмай отырмыз. Біздің институттағы бірнеше ғана зертхана, оның ішіндегі бірнеше ғана ғалым, ол ғылыми зерттеулер жұмыстарын жасап жатқан ғалымдар, ол барлық Қазақстанға тұқымды жеткізуге мүмкіндігіміз келмейді. Екіншілер бізден осы картоптың шағын түйнек түрінде де бүгінгі күні сатып алып отырады. Одан ары қарай біз элиталық тұқымды өндіреміз 4 жылдың ішінде, 4 жылдық элитаны өндіргеннен кейін элиталық картоптың мынаған қарағанда, шағын түйнектерге қарағанда оның көлемі үлкен болады. Стандартты түрдегі 50 граммнан 80 граммға дейінгі кәдімгі түйнектер болады. Ол 50 граммнан 80 граммға дейінгі түйнектерді тұқымдық түйнектер деп атаймыз. Стандартты тұқымды түйнектер. Оларды өсіру арқылы шаруа қожалықтары өздерінде ары қарай дамытып жатады, жетілдіріп жатады. Ал енді біз қазіргі таңда зертханалық жағдайда, жылыжай жағдайында екі айналымда, көктемгі айналымда және күзгі айналымда мынандай картоптың шағын түйнектерін өсірумен айналысып отырмыз. Картоптың шағын түйнектерін қалай аламыз? Картоптың шағын түйнектері бұл аурулардан сауықтырылған, аурулардың ішінде вирусты аурулардан сауықтырылған картоптар бар. Қазақстанда көптеген вирустардың түрлері кездеседі. Осы картопта болатын, картоп дақылында болатын, картоп дақылының өніміне әсер ететін, осы вирустардың салдарынан өнімділікті төмендетіп жіберетін бірнеше вирустар бар, көптеген вирустар. Соның ішінде біздің Алматы облысының аймағында 4 вирус бар. Ол вирустар мозаикалық вирустар деп аталады. Ол X вирус, S вирус, M вирус және L вирус. L вирус дегеніміз жапырақтың жиырылу вирусы. Осы мозаикалық вирустардың ішінде осы 4 вирус картоптың өнімділігін, сапасын төмендетіп жібереді. Сондықтан сол картоптың өнімділігін жоғарылату үшін, сапасын жақсарту үшін біздің зертханамыз, біздің лабораториямыз биотехнологиялық тәсілді қолдана отырып, картопты термотерапиялық жағдайда және ұшты ұлпа жағдайында ұлпаны бөліп алу әдісіменен картопты аурулардан, осы вирусты аурулардан біз сауықтырамыз.
Бақша дақылдары асқабақ тұқымдасына жататын бір жылдық шөптесін өсімдіктер тобы. Оған қарбыз, қауын, асқабақ жатады. Қазақстанның барлық аймақтарында өсіріледі. Основное направление нашей работы – это создание сортов, гибридов для открытого защищенного грунта. В частности, я занимаюсь тыквенными культурами. В течение 30 лет нами создано более 12 сортов в открытом грунте огурца, 2 сорта тыквы, 1 сорт патиссона, 2 сорта перца сладкого и 5 гибридов, предназначенных для возделывания в защищенном грунте, это огурца, и более 15 сортов и гибридов томата в защищенном грунте, то есть пригодных для возделывания в тепличных условиях. Сорта наши универсальные, для открытого грунта, они пригодны для переработки, для консервирования, для промышленной переработки, также салатного назначения. Начиная с 2010 года мы имеем возможность, мы получили селекционную теплицу, была введена в эксплуатацию, и начиная с 2010 года мы уже начали селекцией заниматься и в защищенном грунте. Луковыми культурами в институте занимается с начала его основания. За это время было создано более 20 сортов, некоторые из которых были удостоены золотой медали в Эрфурте, на выставках в Москве. С 1992 года создано и районировано 12 сортов репчатого лука. Эти сорта созданы различными методами. Это традиционная гибридизация, отдаленный, межвидовой, физический и химический мутагенез, полиплоидия, инбридинг. Эти сорта различного направления, различного срока созревания, они отличаются морфологически, по морфологическим признакам и отличаются по группе спелости. У нас есть сорта раннеспелые, которых вегетационный период 90-105 дней, среднеспелые, вегетационный период 115-125 дней, и позднеспелые, вегетационный период которых 140-145 дней. Жаңағы гендік қордан алынған барлық үлгілер селекциялық жұмыстарға қолданылады. Селекциялық үрдістерге қолданылады. Картоп дақылының жаңа сорттарын шығаруға қолданылады. Селекциялық жұмыстар бүгінгі таңда картоптың отандық сорттарының ішінде біздің селекционер ғалымдардың шығарған сорттары бүгінгі таңда 100-ге жуық сорттар бар. 100-ге жуық сорттар. Соның ішінде 40-тан аса сорттар, 45 сорттар реестрге енгізіліп отыр. Демек, жаңағы Қазақстанның барлық аумақтарына аудандастырылып отыр деген сөз. Бүгінгі таңда. Біз екінші жаңағы бөлім, біздің бағытымыздың екінші бөлігі селекциялық жұмыстар болса, үшінші бөлігі сол селекциядан арқылы, сұрыптау арқылы шығарылған сорттардың тұқым шаруашылығын жүргізу. Міне, осы жаңағы алынған, жаңадан шығарылған сорттардың барлығын, дәстүрлі әдіспен шығарылған сорттардың барлығына біз ары қарай олардың тұқым шаруашылығын жүргіземіз. Жаңағы реестрға енгізілген аймақтардағы, егер солтүстік Қазақстан болсын, оңтүстік Қазақстан немесе оңтүстік шығыс, оңтүстік батыс облыстарына аудандастырылған топырақтық, жер климаттық жағдайына байланысты аудандастырылған жаңағы сорттарды сол аудандарға, жаңағы сол өңірлерге арнап, сол жақтан тапсырыстар келетін болса, сол картоптың тұқым шаруашылығын жүргіземіз. Тұқым шаруашылығын қалай жүргіземіз? Ең бастысы жаңағы аурулардан сауықтырамыз. Бастапқы материал, түнектердің аурулардан, вирусты аурулардан сауықтырып алып, оларды жаңа өзім айтып кеткендей, мындай қалемшелеу арқылы микроклонды көбейтіп, өзімізге қаншалықты жаңағы өсімдік регенерант қажет болатын болса, осы өсімдік регенеранттарды алып, ол регенеранттарды иммуноферментті жаңағы вирустарға талдау әдісі деген әдіс бар. Бүгінгі таңда жаңағы заманауи әдістің бірі, сол вирустарды талдаймыз да, иммуноферментті
талдау әдісіменен, одан кейін егер ол жаңағы регенеранттарда вирустар бар болса, ол вирустарды алып тастап, вируссыз өсімдіктерді қалдырамыз. Вируссыз өсімдіктерді қалдырып, оларды қалемшелеу арқылы, қалемшелеу жолымен көбейтеміз. Қалемшелеу жолы деп отырғанымыз, бір өсімдіктегі жапырақтардың саны, буынаралық сандарына қарай көбейту. Бір өсімдіктерден 3 айдың ішінде бір өсімдіктен бірнеше мың өсімдік алуға болады. Біз енді осы жаңағы селекциялық жолмен дәстүрлі әдіспен шығарылған, сұрыпталып шығарылған жаңа сорттарды, отандық, қазақстандық сорттардың бүгінгі таңда тұқым шаруашылығын жүргізіп отырған сорттарымыз бүгін 14 сортпен тұқым шаруашылығын жүргізіп отырмыз. Бұл 14 сорттың өздерінің шаруашылыққа белгілі бағалы қасиеттері бар. Біреуі крахмалы жоғары, енді біреуі құрғақ жоғары, енді біреуі жаңағы жалпы промышленная переработка дейміз ғой, өңдеуге, қайта өңдеуге арналған, фри жасауға, жаңағы чипсы жасауға, хрустящий жаңағы қытырлақ картоп шығаруға арналған болса, енді бірі крахмал өңдеуге арналған, крахмал өндіруге арналған, крахмалдылығы жоғары кейбір сорттарымыз. Кейбір сорттарымыз жаңа ыстыққа төзімді, кейбір сорттарымыз вирусты ауруларға төзімді, кейбір сорттарымыз саңырауқұлақ аурулары мен бактериялық ауруларға төзімді. Осындай көптеген шаруашылыққа белгілі, шаруашылықтағы жаңағы құнды белгілерімен ерекшеленетін көптеген жаңағы өте жақсы сорттарымыз бар, жақсы қасиеттермен көрініп отырған сорттарымыз бар. Ал енді біз ғылыми зерттеу жұмыстары біздің ғылыми зерттеу жұмыстарымыздың нәтижесін біз қалай көрсетеміз дегенге тоқталатын болсақ, біз жаңағы селекционер ғалымдарымыз өздерінің сорттарын шығару арқылы авторлық куәлікке ие болады. Жаңағы 5-6 жылдың ішінде дәстүрлі әдіспенен сорт шығарған кезде оларға кәдімгідей жаңағы мемлекеттік сорт сынақ комиссиясынан авторлық куәліктерге жаңағы авторлар ие болып отырады. Авторлық куәліктермен бірге біз жаңағы сорттарды мемлекеттік сорт сынаққа сынауға берген кезде, тапсырыс берген кезде біз барлық бұл картоптың жаңағы описанияларын жасап, картоптың барлық характеристикасын, олардың сараптамасын, барлықтарын көрсете отырып, біз жаңағы тапсырыс береміз мемлекеттік сорт сынаққа. Сонымен бірге біз патент алуға тапсырыс береміз. Сол патенттерді жаңа сорттарға алып отырамыз. Біздің ауыл шаруашылығы саласында жұмыс жасайтын, қызмет ететін ғалымдар, ғылыми қызметкерлердің ең жаңағы соңғы нәтижесі деп айтар едім мен, осы патентті алу. Сорттарға патент алу, немесе жаңағы лабораториялық жағдайда технологияларға патент алу, немесе жаңағы әртүрлі өздерінің жасап жатқан өздерінің зерттеулеріне изобретение деп айтамыз ғой, сол жаңағы изобретенияларға патент алу біздің ең соңғы нәтижеміз болып есептеледі. Жаңа өздеріңізге айттым ғой мен, қазіргі жағдайда гранттық жобаларға, бағдарламаларда ПЦФ жобалары бар, программалық целевое финансирование деп айтып жатамыз. Өзіміздің бағытымыздағы жаңағы қаржыландыруда жазатын бағдарламаларымыз бар, программаларымыз, проект жобаларымыз бар. Сол жобаларға қазіргі кезде талаптар қою бар. Әртүрлі талаптар қойылады. Ол жобаларды жүргізу үшін, ол жобаларды жазу үшін, ол жобаларға жетекші болу үшін мынандай талаптар қойылады деген өзінің пункттері бар. Әділет министрінің шығарған пункттері бар. Ол пункттердің ішінде жаңағы осы бағдарламаның жетекшісіне қойылатын талап деп өзіңнен бөлініп жазылған. Ол жерде ол бағдарламаның жетекшісі болу үшін осынша шетелде мынандай статья шығу керек, мақалалар шығу керек, олардың процентелі 35-тен немесе 50-ден немесе 30-дан кем болмау керек. Квартиль деген бар қазіргі кезде, квартилі осынша болу керек дейді. Мен айтар едім, ол квартиль, процентель дегендердің барлықтары тек қана фундаментальды зерттеулер жасайтын ғалымдарға арналу керек шығар деп ойлаймын. Себебі біздің мына қолданбалы зерттеу жұмыс жүргізетін, ауыл шаруашылық саласында жұмыс жасайтын ғалымдардың еңбектері олардың патенттерімен, олардың авторлық куәліктерімен өлшенсе керек деп ойлаймын мен. Мен жаңағы өзім ұсынар едім осы жағдайда жаңағы талаптарды қойғанда, конкурстық документациялар дайындағанда, тапсырыстар берген кезде жетекшілерге қойылатын талаптар осылай жаңағы зерттеулердің салаларға байланысты немесе зерттеулерге байланысты қолданбалы ма, фундаментальды ма, солардың барлықтарын бөле жара қарастырса екен.